Сәлем достар, бүгін біз лаваштан осындай өте дәмді рулеттер жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керекті заттар: лаваш, краб таяқшалары, жұмыртқа, майонез және аскөк пен сыр қажет болады. Майонезді осылай лаваштың үстіне жұқалап жағып шығамыз. Мен қажетті заттардың барлығын теркіден өткізіп дайындап алдым. Мінекей осылай майонезді жағып шығып, үстінен жұмыртқаны салатын боламыз. Жұмыртқамызды салғаннан кейін краб таяқшаларын да орналастырып шығамыз. Негізі кез келген салмақ қолдансаңыздар болады. Мінекей краб таяқшаларын салып болдық. Мен осындай сыр қолдандым. Негізі кез келген сыр қолдансаңыздар болады. Майонезімізді жағып алып, үстінен сырымызды салатын боламыз. Сырымызды салып болған соң, тағы да үстінен жұқалап майонез жағамыз. Және де үстінен аскөк салатын боламыз. Аскөкті өз қалауларынша салуға болады. Мінекей біздің рулеттер дайын. Енді осыны орап, тығыз қылып орайтын боламыз. Және де екі керек емес артық жерін кесіп тастаймыз. Және де лавашты ортасынан бөліп, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қойып, содан кейін ұсынсаңыздар, өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.